Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін далада ерекше ыстық, дәл осындай аптап ыстық күндері бәріміз де шөл басатын сусын іздейтініміз анық. Бүгінгі видео рецептімде шешелерімізден қыздарға, келіндерге мұра болып келе жатқан өзіміздің дәстүрлі сусындарымыздың бірі табиғи сусын ашығанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Барлық өңірде жасалу жолы бірдей болғанымен ашылу жағынан өзгешелік болуы мүмкін. Бүгін менің өзім әжем үйретіп кеткен, әжем жасаған, әжем ашығанның кішкентай ғана құпиясымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Ашығанымыздың құрамында өте қарапайым, кәдімгі дүкен сөрелерінен табылатын екі түрлі дақылдан қайнататын боламыз. Жақсы ашитын қасиеті болғандықтан арпаны міндетті түрде аламыз. Арпамызды алдымен жақсылап жуып, жарты сағатқа мұздай суға салып бөктіріп қоямыз. Сонымен бірге күріш алдым. Егер күрішті ұнатпасаңыздар, күрішті шикі сөкпен, не болмаса жүгерінің ұнтағыменен және басқа да өздеріңіз ұнататын дақылмен алмастыра берсеңіздер де болады. Алдымен дайындап қойған суымызға біраз қасық тұз салып, дайындап қойған арпамызды саламыз. Арпамызды салып, ыдысымызды отқа қоямыз. Бір қайнағаннан кейін астындағы отын басып, орташа отта арпамыз піскенге шейін қайнатамыз. Арпамыз піскеннен кейін барып, күрішімізді салып қайнатамыз. Арпамыз пісті. Енді күрішімізді салып қайнатамыз. Ашығанымыздың күріші пісуге жақын қалды. Енді соңғы үстінен құятын бұламығын дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ бір ыдысқа 5 қасық ұн саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 қасық қант салып, үстінен 250 мл салқын су құйып, шаншықмен, не болмаса қасықтың көмегіменен түйіртпек қалмайтындай етіп жақсылап езіп аламыз. Езіп алған бұламығымызды қайнап жатқан ашығанымыздың үстіне құйып, 4-5 минут қана қайнатамыз, ұзақ қайнатпаймыз. 4-5 минут қайнағаннан кейін астындағы отын сөндіріп, ашығанымызды суытып қоямыз. Қайнап болған ашығанымызды оттан алып, әбден суығанша қойып қоямыз. Енді осы ашығанымызды ашытатын ашытқысын дайындап қоямыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа 2 ас қасық қант, 1 қасық ұн, 1 шай қасық құрғақ ашытқы салып, 70-80 мл су құйып, әбден езіп, бетін жауып, көтерілгенше ашытқымызды қойып қоямыз. Арасында көтерілген ашытқымызды қасықпен былғап қоюды да ұмытпаймыз. Әбден жақсы көтерілгеннен кейін ашытқымызды әбден суыған ашығанымыздың үстіне құйып, жылы жерге ашыту үшін қойып қоямыз. Ашытқымызды құйып, бір күнге қойып қойған ашығанымыздың ертеңіне иісі шығып, керемет болып осындай болып ашыды. Енді ашығанымыздың үстіне 4-5 түйір кептірілген өрік, 1 қасық мөлшерінде қара мейіз бенен сары мейіз салып, жақсылап араластырып тоңазтыққа қойып қоямыз. Керемет шөл қандыратын табиғи сусын ашығанымыз дайын болды. Егер де осы видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны ұмытпай тұрып баса кетіңіздер. Сол кезде менің ендігі шығатын видео рецептілерімді бірінші болып сіз көретін боласыз. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар.